Қолтықтың терлеуі мен ондағы жағымсыз иіс адамның өзіне деген сенімділігін жоғалтады. Одан құтылу үшін қымбат дезодорант пен түрлі иіс суларының көмегіне жүгініп жатамыз. Бірақ бұл заттар уақытша ғана көмектеседі. Ал егер түбегейлі құтылғыңыз келсе, онда осындай кеңестерді жүзеге асырып көріңіз. Бірінші кеңесіміз: бір шай қасық бор қышқылы мен бір құты талкпен, яғни балаларға арналған өніммен араластырып көріңіз. Күніне 2 рет осы ұнтақты қолтығыңызға сеуіп жүріңіз. Нәтижесін көп уақыт өтпей-ақ байқайтын боласыз. Екінші кеңес: 3-4 түйір марганцовканы 1 стакан қайнатылған жылы сумен араластырасыз. Осы сумен күніне 3-4 рет қолтығыңызды жуасыз. Бұл ерітінді қолтықтың терлеуін тоқтатады да жағымсыз иісті жояды және түктерді кетіреді. Емді үзбей 2 апта жүргізуге болады. Үшінші кеңесіміз: 100 мл жылы суға 1 шай қасық ас содасын араластырасыз. Осы ерітіндіні қолтығыңыздың айналасына жағасыз. Емді тәулігіне 5 рет қайталауға болады. Ас содасы қолтықтың терлегенін тоқтатады әрі түктің өсуін тежейді. Үшінші кеңесіміз: лимон жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды өлтіреді. Одан құтылу үшін 1-2 тамшы лимон шырынын қолтығыңызға жағасыз да бірнеше минуттан кейін дымқыл сүлгімен сүртіп аласыз. Ал лимон шырыны мен суды араластырып дезодорант ретінде сеуіп жүрсеңіз де оң нәтижеге қол жеткізе аласыз. Және де төртінші кеңесіміз: 1 шай қасық ұнтақталған ақ желкенді 1 стакан қайнаған суға салып 5 минут қайнатасыз. Салқындаған соң сүзіп алып қолтығыңызды сүртесіз. Ақ желкеннің құрамындағы антибактерия жағымсыз иіспен күресе бастайды. Бесінші кеңес: 5 мл сутегінің асқын тотығын 200 мл суға ертесіз. Оған мақтаны малып алып, мәселе тудырып жатқан аймақты сүртесіз де бұл ерітіндіні қолтықтағы көзге көрінбейтін, бірақ терлетіп жағымсыз иісті тудыратын бактерияны өлтіреді, теріні құрғатады әрі жағымсыз иісті жояды. Алтыншы кеңес: 1 литр суға 3 ас қасық алма сірке суын араластырасыз. Душтан шыққаннан кейін осы ерітіндімен қолтығыңызды сүртесіз. Құрғағанша күтесіз. Содан кейін киімдеріңізді киіп ұйқыға жатасыз. Егер сірке судың иісі жағымсыз болатын болса, онда аздап кез келген эфир майын қосуға болады. Және де жетінші кеңесіміз: өте қарапайым әрі қол жетімді емнің тағы бір түрі бұл балалар сабыны болып табылады. Күніне 2 рет қарама-қайшы душ қабылдайсыз. Сол кезде қолтығыңыздың айналасына балалар сабынын жағыңыз. Қарама-қарсы душ пен сабын қолтықтағы барлық жайсыз мәселені шешеді. Және де тағы бір кеңесіміз: 1 дана орташа картопты майда үккіштен өткізесіз де езбені қолтығыңызға жағып 3-4 минут жағасыз. Белгіленген уақыттан кейін масканы жылы сумен жуып теріңізді құрғатып сүртіп аласыз. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Бүгінгі менің кеңесім сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Және де барлықтарыңызға сәттілік, аман сауда, жүздескенше.